Ақтөбе облысына қарасты Хромтау ауданында қайғылы оқиға болды. Құдықсай ауылында атасы мен немересі жоғалып кеткен. Осыдан кейін туыстары дабыл қағып шұғыл іздеу салынды. Олар көлікпен балық аулауға аттанған екен. Іздестіру барысында сүңгуірлер олардың денесін Ор өзенінен тапты. Қазір оқиғаның барысы зерттеліп жатыр. Сүңгуірлер жүргізген жұмыстар нәтижесінде 2,5 метр тереңдіктен және жағадан 4 метр қашықтықта баланың денесі, сондай-ақ көлік пен ер адамның денесі судан шығарылды. Ол оқиғаның мән-жайы анықталуда. Осыған байланысты Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті облыс тұрғындарын су айдындарының маңында және қиын қолжетімді жерлерде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Жыл немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы деп көзделген. Бүгінгі таңда соңғы өзгерістерге сәйкес 20 жыл деген нақты уақыт жоқ, тек қана бір ғана жаза бар. Ол тек өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы.